Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабақта біз жас өнер тапқыштар деген тақырыпты жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты етістік райларын еске түсіру, оларды сөйлем құрастыруда қолдану және де қай райда тұрғанын анықтау. Сабақты бастамас бұрын артық сөзді тап деген ойынды ойнайық. Найди лишнее слово. Бірінші қатар: қария, ақсақал, жастар, үлкендер. Екінші қатар: ескі, жаңа, көне, ежелгі. Үшінші қатар: жаңалықтар, газеттер, журналдар, кітаптар. Төртінші қатарға назар аударайық: қарады, көрді, ұйымдастырды, әдемі. Артық сөзді қалай анықтауға? Как определить лишнее слово? Мысалы, мұнда төртінші қатарға қарайтын болсақ, если мы обратим внимание на четвертый ряд слов, то здесь сразу заметно, что қарады, көрді, ұйымдастырды — это етістіктер, глаголы, ал әдемі сөз — ол сын есім, прилагательное. Давайте зададим вопросы. Не істеді? Қарады. Не істеді? Көрді. Не істеді? Ұйымдастырды. Қандай? Әдемі. Яғни әдемі сөзі артық болып тұр. Так как слово әдемі отвечает на вопрос «какой красивый», оно является здесь лишним. Қарады, көрді, ұйымдастырды, не істеді деген сұраққа жауап бергендіктен етістік болып келеді. Так как қарады, көрді, ұйымдастырды отвечает на вопрос «не істеді», что делал, они являются глаголами. Енді бүгінгі сабақтың мақсаты етістік райларын анықтау. Сегодняшняя наша цель — определить наклонение глаголов. Ол тақырыпты бастамас бұрын маған осы үш қатардағы артық сөзді анықтап жауапты жіберіңіздер. Определите лишние слова и отправьте мне ответы. Етістіктің райларын ережесін қайталап шығайық. Повторим правила наклонения глаголов. Етістік райлары төрт түрге бөлінеді: ашық рай, бұйрық рай, шартты рай, қалау рай. Ашық рай іс-қимылдың қай шақта орындалғанын білдіреді. Обозначает действие, время действия. Сіздер білесіздер, қазақ тілінде үш шақ бар: өткен шақ, осы шақ, келер шақ. Өткен — прошедшее время, келер шақ — будущее время, осы шақ — настоящее время. Мен келдім, я пришел, либо я приходил. Мен келемін, я приду, келер шақ. Бұйрық рай — повелительное. Іс-қимылдың бұйыру, талап ету мағынасын білдіреді. Означает приказ, просьбу. Етістіктің бұйрықты түрде жіктелуі арқылы жасаланады. Допустим, мен келейін, я приду. Сен бар, ты иди. Ол айтсын, пусть он скажет. Шартты рай — условное. Іс-қимылдың орындалу, орындалмау шартын білдіреді. Означает условие выполнения либо невыполнения действия. Етістік образуется с помощью глагола. Глаголу прибавляются суффиксы са, се, либо ар, ер, р. Также после этих суффиксов добавляется окончание жіктік жалғау. Например, сабақ оқысам 5 аламын. Если я буду учить уроки, я получу 5. Оқы — түбір, корень, глагол, етістік. Са — ол шартты райдың жұрнағы, суффикс условного наклонения. М — ол жіктік жалғау. Қалау рай — желательное наклонение. Іс-қимылды орындаушының қалауын, тілегін, ниетін білдіреді. Означает желание выполнителя действия. Образует с помощью трех путей. Бірінші, етістік Г, Г, Қ, К жұрнақтардан кейін тәуелдік жалғау жалғанады.
етістіктен кейін кел деген көмекші етістігі жалғанады. Обратим внимание, біздің сабақ оқығымыз келеді. Мы хотим учить уроки. Оқығымыз келеді. Оқы – это корень түбір. Ғы – это қалаурайдың жұрнағы, суффикс желательного наклонения. Мыс – тәуелдік жалғаудың жалғау. После этого стоит көмекші етістік, вспомогательный глагол келеді. Екінші жол етістік ғайге, қайке жұрнақтары жіктік жалғау. Оқығайсыз, келгейсіз. Кел түбір, корень кел, приди. Гей ол қалаурайдың жұрнағы, суффикс желательного наклонения. Сын это жіктік жалғау. Үшінші жол етістік са, се жұрнақтары арқылы жасалынады, бірақ одан кейін игі, еді деген көмекші етістігі тұру керек. Мысалы, біз айтсақ игі еді. Если было бы хорошо, если бы мы сказали. Айтсақ игі еді. Айт түбір, корень айт. Са ол негізінен шартты райдың жұрнағы. Бірақ одан кейін қ деген жіктік жалғау, бірақ одан кейін игі еді деген көмекші етістігі тұрғандықтан бұл қалау рай болып келеді. Так как после айтсақ стоит вспомогательный глагол игі еді, было бы хорошо, этот глагол считается желательного наклонения. Енді ережені қайтадан қарап шығыңыздар. Посмотрите правила. Екінші тапсырма. Сөйлемдерден етістіктерді тауып, оларды рай түрлерін анықтаңдар. Вам необходимо определить глаголы в предложениях и определить, в каком наклонении стоят эти глаголы. Допустим, бірінші сөйлем. Жанармен қарыз туралы сөйлескім келді. Не істегім келді? Что я хотел сделать? Сөйлескім келді. Хотел поговорить. Сөйлескім келді. Түбірі сөйле, корень сөйле, говори. С жұрнағы, шартты райдың, я? К деген қалау райдың жұрнағы. Қалау райдың жұрнағынан кейін ме деген тәуелдік жалғаудың жұрнағы тұр. Содан кейін келді деген көмекші етістігі болғандықтан бұл сөйлескім келді деген етістігі қалау райда тұрған етістік болып саналады. Обратите внимание, так как в глаголе есть суффикс «к», и после глагола стоит вспомогательный глагол «келді», он стоит в желательном наклонении. Дәл осылай келесі етістіктердің шақтарын, райларын анықтаңдар. Определите следующие наклонения других глаголов во втором, третьем, четвертом и пятом предложении. В одном предложении могут быть несколько глаголов. Будьте внимательны. Мұқият болыңдар. Орындаңыздар. 127-ші беттегі 9-шы тапсырма. Сіздерге етістіктер берілген. Ашқым келеді, тапқым келеді, көрсеткім келді, жинасақ игі еді, барсақ игі еді, көргейсін, таңдағайсың. Осы кез келген етістікті қолдана отырып, екі сөйлемді құрастыру керек. В 9-м упражнении на странице 127 вам даны глаголы. Любые из этих глаголов выбираете и составляете два предложения. И определяйте, в каком наклонении стоят глаголы. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.